Сәлеметсіздер ме достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Айзада. Бүгін біз сіздермен орама жасаудың немесе ханым деп те жатамыз тәсілін көрсететін боламын. Барлықтарыңызды видеоның соңына дейін көруге шақырамын. Ең алдымен суымызға тұзды салып араластырып аламыз. Одан кейін алдын ала иленген ұнның үстінен суды құйып отырып жұмсақ қамыр илейміз. Суларыңыз бөлме температурасында жылы болуы қажет. Жақсылап басын біріктіріп, июі қанғанша илейтін боламыз және бетін жауып 5-10 минутқа тындырамыз. Керек заттардың мөлшерін астында описание бөлімінде қалдыратын боламын және басқа да видеоларыма ссылка қалдырамын. Ал енді нанымыз тынғанша осылай көкөністеріміздің барлығын ашып тазалап турайтын боламыз. Сіздер қолмен соқтап турасаңыздар да болады, бірақ мен осындай жеңіл оңай тәсілді қолданамын. Барлығын үккіштен өткізетін боламын, үккіштің үлкен көзінен өткізетін боламын. Асқабақтың барлығын өткізіп алдым, ал енді картопты да дәл солай өткізетін боламын. Көкөністерді өз қалауларыңызша таңдасаңыздар болады. 5-10 минут тұрып тынған қамырымызды 1/3 бөлікке бөліп, тағы да бір илеп, тағы 5-10 минутқа тындырамыз. Салмасын ары қарай дайындап жалғастырамыз. Картоптың барлығын өткіздім, ал енді пиязды мен қолмен турамаймын, оны блендерден өткізетін боламын. Енді оның үстіне тартылған етті өздеріңіздің қалауларыңызша қосасыздар, және мен кішкене үш май қостым, көк жуадан қостым. Дәміне қарай тұз саламыз, қара бұрыш саламыз, өз қалауларыңызша приправалар қоссаңыздар болады, одан кейін жақсылап араластырамыз. Достар, сіздер маған әлі тіркелмеген, жаңадан келген оқырман болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, видео ұнап жатса лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Менің каналымның алға жылжуына үлес қосуларыңызды өтінемін. Егер сіз үш май қоспасаңыз, онда сұйық майдан қосып жіберсеңіз болады, сонда салмаңыз құрғақ болмайды. Жақсылап тынған қамырымызды ұн сеуіп отырып алдымен қолдың көмегімен жұқартып аламыз, одан кейін оқтаумен жұқалап жаятын боламыз. Қамырымыз 3 бөлік болғандықтан салмасында алдын ала 1/3 бөлікке бөліп алыңыздар, сонда біріне аз біріне көп кетпейтін болады. Енді жұқалап жайылған қамырдың үстінен салмасының 3/1 бөлігін салып, жұқалап жаймалап шығамыз. Салмасын жақсылап салғаннан кейін қамырды салмасымен дәл ортасынан 4 бөлікке бөлеміз. Одан кейін әр бөлікті ортасынан шетіне қарай рулеттің формасын беріп орап шығамыз. Қаласаңыздар, дәл осы жерде әр ораған сайын сұйық май жағып тұрсаңыздар да болады, сонда қамырларыңыз жабыспай піседі. Менде ішінде үш май болғандықтан мен олай сұйық май жақпадым. Барлығын жасағаннан кейін алдын ала майланған мантаварканың табақтарына жақсылап тіземіз. Одан кейін мантаваркамыздың суы қайнағанда қойып 45 минут пісіреміз. Мінеки біздің тағамымыз дайын, тез дайындалады, әрі өте дәмді болып шығады, жұмсақ. Барлықтарыңызға дәл осылай жасап көруге кеңес беремін. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.